Сәлеметсіңдер ме достар? Бұл видеоға испан суретшісі Хуан Лусеннің 2020 жылы салған әйгілі картинасы «Қошта салмай кеткендер» COVID-19 деп аталатын картинасына жан бітіріп қимыл қозғалыс берілетін болады. Испан суретшісі Хуан Лусен 2020 жылы салған бұл картина әлеуметтік желілерде бірден жүректі тіліп өтетін шығарма деп аталды. Ол COVID-19 індетінен қайтыс болған, соңғы рет немерелерін көре алмай кеткен аталар мен әжелерге арналған. Бұл картинада бір кезде өмірдің әдеттегі қуанышы болған дүние, балалардың күлкісі, қарттардың мейірімі, отбасының жылуы бір сәтте көзге көрінбейтін қабырғаға бөлініп қалған. Шынының бер жағында кішкентай балалар. Олар өздерінің сүйікті аталары мен әжелерін көріп, қолдарын бұлғайды. Олар әлі кішкентай, әлі ештеңенің мәнін түсінбейді. Неге жақындауға болмайтынын, неге құшақтай алмайтынын, неге үлкендердің жанарында жас тұрғанын білмейді. Олар үшін бұл жай ғана кездесу. Ал арғы жағына қарасан, онда баяу басқан қарттардың соңғы сапары жатыр. Бірі таяқ ұстаған, бірі роллаторға сүйенген. Қайсы бірі артына бұрылып, әлсіз жымиып, немерелерін соңғы рет көргісі келеді. Сол жымиыс күлімсірегенге ұқсайды, бірақ ішінде жанын қарып өтетін қоштасу жатыр. Олар жақсы біледі, бұл соңғы рет. Сөз айтылмаған, құшақ ашылмаған, дұға дауысы естілмеген қоштасу. Ардағы жарық таң емес, үміт емес. Ол қайтар жолы жоқ есік. Оның ар жағында ауырсыну жоқ, бірақ ең үлкен қайғы бар. Онда оларды қайтадан құшақтап қарсы алатын жақындары жоқ. Балалар болса, олар бәрібір қолдарын бұлғайды. Әлі де шақырғандай, қайта оралғанын қалайтындай. Бұл картина үнсіз айқай. Пандемияның миллиондаған жанды қоштаса алмай қиып кеткен сәттерінің суреті. Айтылмай қалған, мен сені жақсы көрем, естілмей қалған, кешір. Айтылуға тиісті болған, қош бол. Бәрі осы бір мұңды көрініске сыйып кеткен. Хуан Лусен өз картинасында дәл осы жоғалтудың жарасын бейнелеген. Соңғы кездесу құқығынан айырылғандар және тірі қалғандардың жүрегінде қалған жазылмас із.